Атырауда апокалипсис. Қала бір түнде қалың қар құрсанды. Табиғаттың тосы мінезіне коммуналды мекемелер төтеп бере алды ма? Мына Еркінқала 2 әлі ашылған жоқ жол. Автобус 50 күн артына итеріпті. Әлі жол ашылмай жатыр сонда. Тоқтамай жауған қардың кесірінен әкім қаралар тоқпақ жейтін болды. Аймақ басшысы жұмысына жауапсыз қарағандарды қалай жазаламақ? Егер болмаса, менде тиісті шешім қабылдайды. Дисциплинарлық келек қалыр. Елде жеңілдетілген автонесие берудің екінші легі өтті. Бұл жолы Бұқара неге ашулы? Өтірік сияқты соны. Қалай үлгереді? Сен банкке барғанда да бәлен сағат отырсың, бір документті ұзарту үшін. Басталмай жатып бітіп қалған шарада тағы қандай шикілік бар? 18 секундта батырманы басып үлгергендер кімдер? Теңіз кен орнында жұмысшылар тағы наразылық білдірді. Себебі неде? Осы және облыста болған өзге де жаңалықтар тағы не хабар айдарында. Армағайын, эфирде қамшылайық. Осы апта қар баласқа толы болды. Ақпанның алғашқы күндері аймақта қалың қар жауды. Ақ-ұлпа халықпен бірге коммуналдық мекемелерді әбігерге салды. Облыс әкімі бейқам жүрген жауаптылардың намысын қалай қамшылады? Бұл туралы сәлден соң әуелі табиғаттың тосы мінезіне тоқталайық. Қиындықтар болғанда енді жол жабық болды. Балдарға сабаққа қиын болды. Жұмысқа баруға қиын болды. Жол жабық көбіне солғы мәселе шешілмеді. Су болмады кешке дейін. Автобус 50 күн артына итеріпті. Әлі жол ашылмай жатыр сонда. 8-ге таман өшті. Түнде сол кешінде жақты. Дауыл болып жатыр, қар боран болып жатыр. Бір причинасы болғанбыздар. Енді действительно машинаны далаға қойып кетіп жатыр. Өзім жаяу барамыз үйге дейін. Енді ашады деген ойдамыз ғой. Ақ-ұлпа атыраулықтардың ығырын шығарды. Әсте халықты мұндайға еті үйренбесе керек. Қалың қар 3 күн 3 түн көз аштырмастан жауды. Тіпті алғашқы тәулікте Ақ-ұлпаның айлық нормасы түскен. Омбы қардың қалыңдығы кей жерде 80 сантиметрге жетті. Мұнайлы өлкеде осыған ұқсас жағдай соңғы рет 2016 жылдың қысында болған, бірақ дәл бұлай қар қалың түспепті. Содан шығар коммуналды мекеме тосынан келген құбылысқа дайын болмай шықты. Қар уақытылы күрелмей, көлік кептелісі туындады. Ал автобустар тіптен тоқтап тұрды. Қала мен аудандар арасындағы тас жолдарды жабуға тура келді. Есесіне балалар мен автокөлік жүргізушілер емес. Бұл күндері оқу онлайн форматқа ауысты. Ал темір тұлпар елдеріне жеңілдік жасалды. Жолдағы жағдайға байланысты сергек камералары уақытша өшіріліп, шарасы ереже бұзған біраз адам айыппұлдан сытылып кетті. Десе де қаладағы жағдай сәт санап ушыға түскенді. Іс насырға шаба бастаған соң облыс әкімі шұғыл жиын өткізіп, жауаптыларды бір сілкіп алды. Менің жолман қала әкімдігі қар жауатын болсын бірнеше көрім болын білді. Синоптиктер өздерінің прогнозын берді. Ел сәйкесінше мынандай жағдайда қалай штаб болмайды? Штаб жоқ деген зат, ол қаланың жұмысын жүйелігі жоқ деген зат. Қазір сіздің сөзіңізден мен соны байқап отырмын. Қарашын, аудандардың барлығында штабы бар, жұмыс істеп жатыр. Әркім өзінің істейтін жұмысын білу керек қой менің жоламаным. Мол жауған қар ашық жатқан трансформаторларды зақымдады. Салдарынан 33 шағын ауданда жарық сөніп, жұрт жағалай майшам іздеп кеткен. Ал бұған жауапты Атырау жарық мекемесі міз бақпай отыр. Бар кінәні басқаға аударып береді. Ауа райына байланысты дыңқыл қар мен қатты желдің кесірінен бізде 32-33 жаңағыдай әуе желісі сөнді. Ол енді жыл сайын осындай апаттық жағдайларда сөнетін аудандар геолог, Береке, Мұнайшы, Еркінқала 2, Римбас, Сарыөзек деген жерде Талғайран бар, Береке, контейнерный елді мекені сөніп жатқан. Оның бәрі ол әуе желілерде қосалқы станциялар Атырау жарықтың балансында емес, меншігінде емес. Маған мынандай жауап ұнамайды. Жыл сайын қайталанады. Анау жекенікі, мынау мемлекеттікі, мынау Атырау жарықты деген. Бұл деген біз өзара осы жерде отырып алып, өзімізге жүктелген жауапкершілікті бір-бірімізге лақтырып отырып. Біреуміз Атырау жарықтан көреміз, Атырау жарық жекеден көреді. Жеке тағы біреуге сұра салады. Оның кесірінен барлық тұрғындар халық айтқаны зардап шегіп отыр. Әйтсе де облыс басшысын бұл жауап қанағаттандырмады. Бұл көпе көрнеу жауапкершіліктен жалтар өтіп шүйлікті.
Бүгінде Атырау жарық меншігінде 500-ге жуық трансформатор бар. Ал жекенің қолында бұдан 4 есе артық. Бірақ оларды бақылап жүргендер жоқ секілді. Сіздердің тарифтарыңызға кірмеген жаңағы жұмыстарға күтіп ұстауына біз мемлекеттен қаражат бөліп отырмыз. Кешірерсіз. Оны да сұрау болу керек. Неге сіз бөлінесіз? Атырау жарық мен өзіме жауап берем, қалғанына жауап бермеймін деген. Дұрыс емес. Раз мемлекеттен қаражатты алып отырсыздар ма? Ана мемлекеттің сенімгерлікке берілген батыс станцияларын пайдаланып отырсыңдар ма? Жауап берулерің керек. Алгоритмдерің болу керек қой. Бірінші кезекте кім? Халық, тұрғын. Сонан кейін второстепенно сенің кәсіпкерлерін, жаңа базаларын. Көктем көрінгенше атқамінерлердің әлі біраз шапқылайтын түрі бар. Өйткені омбы қар ерсі өңдірмайды. Сондықтан арқаны кеңге салуға ерте. Серік Шапкенов округ әкімдерінің де жұмысын сынға алды. Қолда бар техникамен қопарып жұмыс істегендер көрінбейді деді. Жұмысты берім жоламаны ұйымдастырыңыз. Мен сізге мұны бір жұма уақыт берем. Бір-екі күнде мына оперативтік мәселелердің бәрін түгелімен шешу керек. Бір жұманың ішінде толығымен қаланың ішіндегі қар жинақтау басқа мәселелер болып шешілу керек. Егер болмаса, мен де тиісті шешім қабылдаймын. Дисциплинарлық, келе кадрлық. Осы аптада елде әзіл шыны аралас ерек оқиға болды. Айтпағымыз жеңілдетілген автонесиелеу жайы. Аты дардай жоба қара халық үшін әжуаға айналды ма? Алдымен бағдарламаға аз кем ойлайық. Жоба 30 жылға есептелген, яғни 2052 жылға дейін жалғасады. Азаматтар электронды қолтаңбаны қолдана отырып, автонесие KZ сайтына өтініш қалдырады. Өтініші мақұлданған азаматтар құны 15 миллион теңгеден аспайтын қазақстандық көлік сатып алуға құқылы. Ол үшін банк ең көп дегенде 10 миллион теңгені небәрі 4%-мен қарызға береді. Бұл берешекті 7 жылда өтеу керек. Расымен де бұл бағдарлама бас бармақпен бағалауға тұрарлық. Әттеген ай болмаса. Ауа атқа тимей мінер атқа зар болып жүргендер көп-ақ екен. Несін жасырайын, тиімді несие алуға талпыныс жасағандардың бірі өзімде болдым. Сонымен өткен дүйсенбі күні Атырау уақыты бойынша таңғы сағат 9-ға тақағанда көппен бірге мен де компьютерге телмірдім. Автонесие KZ сайтын ашып қойып, алақанымды ысқылап отырдым. Тура 9-да өтінім қабылдау басталды. Сайтқа өзімді есептегенде 125 мың азамат бір уақытта жапа-тармағай кіріп алды. Жеңілдетілген автонесиелеу бойынша бөлінген 761 өтініш 18 секундтың ішінде жым-жылас бола қалған. Ал өтінім қабылдау бас аяғы 5 минутқа созылды. Анкетаны тып-тиянақты һәм жедел тапсырғандардың өзі портал кем-кетіксіз болмағанын айтады. Бұдан бұқара 2-дай күй кешті. Бірі күлді, енді бірі күйінді. Кезекті алдау операциясы дегендер табылды. Қас қағым сәтте өтінішін жіберіп үлгерген 761 адамның жайы бей-жай қалдырмайды. Олар кімдер? Бот адам ба, бар адам ба? Көптің көңілі күпті. Балам барып сағат 9-да, рон 9-да барып сайтқа кірген. 18 секундта сөм қалды дейді болды. 18 секундта бітіп қалды. Мен оған сенбедім ал. Өз басым. Негізі вообще өтірік сияқты, қалай үлгереді? Сен банкке барғанда да бәлен сағат отырсың, бір документті алып үшін. Ал енді сонда қалай? Автонесие өтініш бердіңіз ба? Жоқ, берген жоқпыз. А неге? Ойбай, онаған машинамыз тұрған жоқ па. Осындай жеңілдікті ұйымдастырғандар көтере алмайтын шоқпарды беліне байлаған жоқ па деседі халық. Бұқараның назы негізсіз емес. Желіде жұрт автонесиелеу сайты әу бастан сыр бергенін айтып шуласты. Сайтқа антибот енгізілген. Электронды цифрлық қолтаңбамен қол қою процесін бот алдап кете алмайды. Жалпы сайт өзіне жүктелген міндетті толық орындап, пулды жасақтауды қамтамасыз етеді. Мынау 18 секундта мақсатына жеткен мақсат. Мақсат секілділер жақын арада су жаңа темір тұлпарды тақымға басып, ағайын тумадан көріндік сұрады. Ал сіз бен біз наурыз айында тағы да бағымызды сынап көреміз. Жеңілдетілген автонесиеге өтініштер енді ай сайын 100 шақты адамнан қабылданады дейді жауаптылар. Осы апта Атырау өңірінде болған тағы нендей жаңалықтармен есте қалды? Тағы не хабар айдарын іздер салсақ? Теңіз кен орнында жұмысшылар наразылық танытты. Сенбі күні сенімді құрылыс мердігер компаниясының 200 қызметкері бір реттік сыйақы тең берілмеді деп байбалам салып, есесіне жалақыны 20%-ға өсіруді талап етті.
Қазақтеңізшевройл сыйақының әртүрлі көлемде үлестіру себебін былай түсіндірді. Жалақысы 8,5%-ға өскен жұмысшыларға 300 мың, ал еңбекақысы көтерілмеген қызметкерлерге 500 мың теңге бонус берілген екен. Бұл бір рет қана берілетін сыйақы екенін айтып кету керек. Қазіргі таңда наразылардың арыз шағымымен танысу үшін облыс әкімінің тапсырмасы бойынша арнайы комиссия құрылды. Атырауда бауыр еті балаларын сатпақ болған 32 жастағы келіншек ұсталды. Күдікті Батыс Қазақстан облысының тумасы. Безбүйрек ана сатып алушыны өзі тауып келіскенін айтады. Атырау облысы тасқын қаупі жөнінен қызыл аймақ санатына енді. Оған кейінгі апталарда ақ ұлпаның мол түсуі себеп болуы мүмкін. Қазір өңірде қызыл суға дайындық барысы жан-жақты пысықталып жатыр. Аптаның айшықты оқиғалары осындай. Қолымыздан қамшы түспесін. Қош, сау болайық.